Анасы қарлығаштың қияшында сол шыңға тасиды екен жиясында. Себебі шыр-шыр еткен қарлығаштың бар екен бес балапан ұясында. Ұшады дүниені айналып та, тапқанын жиыстырып қойған ұртта. Күндізде тамылдамай тамақ іздеп, тіпті тыным көрмейді екен ай жарықты. Баласын ешбір жауға алғызбапты, ас іздеп шаршағаннан жан мұздапты. Осындай тұнық түннің біреуінде ұяда бес балапан жалғыз қапты. Сағынып жүрген кезде бес баланы анасы құтқара алмай кеш қалады. Жарқ етіп найзағайдың ұшқынынан ұясын қарлығаштың өрт жалады. Ұшуға өспеген соң буын қатып, ұядан ұшқалы тұр бүгін бақыт. Қанатын жаңа туған балапанның тілсіз жау күйдіруде шырылдатып. Жалынға балапандар түсіп болды, Сұмажал бесеуінде қошып келді. Анасы бірдеңені сезгендей боп, асығып ұясына ұшып келді. Жайлаған жауды көріп бар отымен, қарлығаш қош айтысып тағатымен. Құтқарып қалама деп бес баласын су бүркіп жатыр еді қанатымен. Бір кезде ұя құлап сала берді, өртенген балаларын жаңа көрді. Шарасыз қарлығаштың құйрығындай, жүрегі қарс айрылып қала берді. Ақыры жыл ұясы табыт болды, шарасыз құстың күйі ғарып болды. Шырт ұйқыдан Сұмажал шырылдатып, бес бірдей балапанын алып кетті. Қағылмай қанаты мен ғазықтары, бар меді бес баланың жазықтары. Ендігі кімге керек қарлығаштың, балам деп жиып келген
ертерек қамданбасақ еш болады. Қолынан бөліп берген дос бағалы, наны жоқ ата-анаға жәрдем берсек, жұмысқа жібермеуші ет кешкі ананы. Өртемес ата-ананың басындағы жоқшылық жұтып кетті бес баланы. Басында дәурен тұрмас мәңгі жастай, ол үлгі адамдарға қалғымастай. Адамдар бір-біріне көмек қылсын, су сепкен қанатымен қарлығаштай. Адамдар бір-біріне көмек қылсын, су сепкен қанатымен